Алла тағала әрбір аурудың емін қоса жаратқан деді. Табиғи аурулар болады, табиғи аурудан табиғи түрде емдел деп отыр пайғамбарымыз. Сондықтан барлық нәрсені өтіріктен тек қана дінге тықпалай берудің керегі жоқ. Қалай болса солай дем салмаңыздар. Өзі әсіресе намаз оқымай тұрып дем салған адам өзінің бойындағы жаман энергияны басқаға береді, керісінше. Ол жазбайды, ол ауру қылады. Сіздің ерекшелігіңіз сол ғой. Сіз психологсыз, парапсихолог, коуч ретінде адамның миымен де жұмыс жасайсыз, солай ғой? Имамдарға басқаларға дем салдырып қойған ғой. Енді біреу айтыпты арасында, енді әкеңді өлімге қимағанмен жәннатқа қиясың ғой, жәннатта болуын тілей бер деп. Мен айтамын, сіздерге не ол? Өлмеген адамды өлтіріп, Алла біледі ғой кімге қандай жүрім беретінін деп, сонымен бірінші күн дем салғанда екінің ертеңіне көзін ашты, екінші күн дем салғанда кәдімгідей бір күліп, бір жылап, өте көп аурулар емделіп жатыр. Мүмкін емес деген жағдайлар. Әлемде емі болмаған аққан ауру жазылды, әлемде емі болмаған остеосаркома, сүйек рак жазылды біздерде. Енді соңғы сұрағымыз болсын, және мені қызықтырып отырған сауал болады бұл. Сіз клиникалық өлімді бастан өткердіңіз, иә?